Қайырлы күн, сіздермен бірге Ауыл Ньюс-айдары және мен Айсана Қахарман. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин елдегі белсенді жастар ұйымы өкілдерінің басын қосып, кездесу өткізді. Жиынға Ауыл партиясы жастар қанатының жетекшісі Дәурен Рахымбек қатысты. Ауыл партиясының төрағасы Серік Егізбаев Германияда Қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі Нұрлан Онжановпен Zoom платформасында кездесті. Кездесу барысында отандық ауыл шаруашылығы саласына еуропалық заманауи технологияларды енгізіп, инвестициялар тарту, екі жақты кәсіпкерлік ынтымақтастықты орнату, Германияның аграрлық жоғары оқу орындарының ауыл мектептерінің түлектері үшін грант бөлу мүмкіндіктері секілді тағы басқа маңызды мәселелер талқыланды. Фракцияның кезекті отырысында ағымдағы аптада жолданатын депутаттық сауалдар мазмұнымен бірнеше заң жобасына қатысты ұсыныстар талқыланды. Фракция жетекшісі Ауыл партиясының төрағасы Серік Егізбаев жұмыс барысында бірінші кезекті ауыл аймақтың мұң-мұқтажын шешуге ықпал ететін, ауылдың мәселелері қамтылған бастамаларға басымдылық беру қажеттігіне назар аударды. Айта кету керек, Ауыл партиясы фракциясының депутаттары бір жылдың ішінде қоғамдағы өзекті мәселелер қамтылған 550-ге жуық депутаттық сауал жолдаған. Мәжілістің жалпы отырысында фракция депутаттары бірқатар өзекті мәселелерді көтерді. Партия төрағасы Серік Егізбаев электроэнергия тарифінің төмендеу мүмкіндігі туралы сұраса, Аназбақ Қожаев мемлекеттік сатып алу мәселесіне назар аударды. Жигули Дайрабаев ветеринария саласында қатысты депутаттық сауал жолдады. Ел аумағында су тасқыны қаупі сейілмей тұр. Осыған орай Ауыл партиясы үндеу жариялаған еді. Бүгінде өңірлік филиалдар мен партия белсенділері зардап шеккендерге барынша көмек көрсетуде. Ауыл партиясының Солтүстік Қазақстан және Абай облысы бойынша өңірлік филиалдарында кезектен тыс конференция өтті. Күн тәртібінде қос өңірдегі филиал төрағаларын сайлау мәселелері қаралды. Дауысқа салу нәтижесінде партия төрағасы Серік Егізбаев тарапынан Солтүстік Қазақстан облысы өңірлік филиал төрағасының лауазымына ұсынылған Қайрат Пішенбаев, Абай облысы өңірлік филиал төрағасының лауазымына ұсынылған Қайрат Смағұловтың кандидатурасы делегаттар тарапынан қолдау тауып, төраға лауазымына сайланды. Ұлытау облысында дөңгелек үстел басында су басқан өңірлердегі қиындықтардың себебі талқыланып, болашақта мұндай нәубеттің алдын алу жолдары мен ауылда кооперация құру мүмкіндігі сөз болды. Ауыл партиясы Алматы қаласы өңірлік филиалы мен Медеу ауданының жастар комьюнити орталығы өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Іс-шара соңында Ауыл партиясының кітапқа екінші өмір сыйла атты жалпы республикалық акциясы аясында жастарға тәрбиелік мәні бар кітаптар табыс етілді. Түркістан облысы Келес ауданында Абай Шардара трассасы бойында ошақты саябағы ашылмақ. Саябақтың ашылуына Ауыл партиясының атынан сайланған аудандық мәслихат депутаты Махамбет Қожағұлов мұрындық болып отыр. Партия белсенділері саябаққа алғашқы көпжылдық ағаштар отырғызды. Ауыл ақсақалдары ризашылықтарын білдіріп, баталарын берді. Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданында ең үлкен бауырсақ байқауы ұйымдастырылды. Аталған байқауға Ауыл партиясы атынан сайланған аудандық мәслихат депутаты Қайырды Байкөбинов демеушілік көрсетті. Осы да өзге де жаңалықтарды біздің әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Ауыл аман, ел еңселі болсын. Келесі аптада жүздескенше.